Германияның федералды канцлері Олаф Шольцтың елімізге жасаған сапары бірқатар саладағы байланысты нығайта түсті. Құны 6 миллиард доллардан асатын келісім жасалды, әсіресе ауыл шаруашылығы назарда. Серіктестік аясы бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі, құзырлы министрлер және бизнес өкілдерінің неміс әріптестерімен өткізген дөңгелек үстелде талқыланды. Германия канцлерінің елімізге ресми сапар аясында жасыл сутегі өзге де салалар бағытында стратегиялық серіктестік бойынша келісім жасалды. Жалпы құны 6,1 миллиард доллардан асатын 30-дан аса құжатқа қол қойылды. Келісімнің 3 миллиарды бәйтерек ұлттық компаниясы тарапынан жасалған. Үш құрылымда бұл банағы аграрлық секторға өте маңызды көңіл бөлініп отыр. Бұл енді өзіңіз білесіздер, неміс елінің экономикасы және технология дамуы өте биік. Қазақ-неміс қатынасы жаңа деңгейге көтерілді. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр қатысқан дөңгелек үстел нәтижесі осыған дәлел. Хеллаба неміс банкі Қазақстан мен Германия арасындағы инвестициялық жобаларды қаржыландырып келеді. Қазақ экспорт әсіресе шикізаттық емес өнімдерді экспорттауға көңіл бөледі. Яғни қайта өңдеуге ден қойылады. Біз Қазақстанның өнімдерін Орталық Азия, тіпті Европаға шығаруға қолдау білдіреміз. Енді ауыл шаруашылығы техникасын жаңартып, егістік кешендері мен топырақты өңдеуге мүмкіндік туады. Бұған шаруалар дән риза. Біздің салада жақсы техниканы қолдану өте маңызды. Бүгін ұлттық компаниялардың арқасында келісім жасадық. Заманауи үлгідегі комбайндарды сатып аламыз. Осылайша жұмысымыз нығайып, өнімділік арта түседі. Тың жобалар заманауи технологияларды енгізуге, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Ал бәйтерек холдингі ел экономикасын дамытуға бағытталған бастамаларды қолдауға дайын. Мерей Мұратханқызы, Наурызбай Құрманғазы, 24 KZ.